Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Бүгін бізде ерекше әрі маңызды сұхбат. Студиямыздың алғашқы құрметті қонағы Арал аудандық білім бөлімінің саласында ұзақ жылдық тәжірибесі бар. Қазіргі таңда Арал аудандық білім бөлімінің басшы қызметін атқарып отырған Санира Нұрқожақызы. Сәлеметсіз бе, Санира Нұрқожақызы? Сәлеметпін. Бұл подкаст болашақ түлектерге, білімге құштар жастарға арналған мотивация мен жаңашылдыққа толы сұхбат болмақ. Себебі біз Санира Нұрқожақызымен бірге білім саласындағы жаңа үрдістер, жастардың дамуындағы басты бағыттар, жаңашылдықтар мен алдағы жоспарлар мен өзекті мәселелер төңірегінде әңгіме өрбітетін боламыз. Қош келдіңіз, Санира Нұрқожақызы. Санира апай, ең алдымен өзіңіз туралы және осы білім саласына қалай келгеніңіз жөнінде айтып өтсеңіз. Сіздің бала кезгі арманыңыз бен қазіргі қызметіңіздің арасында байланыс бар ма? Рахмет, көп. Біріншіден, мынау бүгінгі ашылып отырған телестудия құтты болсын. Осы ауданымыздың білім саласына жанашырлық жасап жүрген, демеушілікпен жасалған кабинет ұрпақтарымыздың заманауи білім алуына, қазіргі жасанды интеллект заманында заманауи құрылғыларды жақсы, пайдалы ілімге пайдалануына көп септігін тигізсін деп тілек білдіремін. Алғашқы сұхбатқа шақырғандарыңызға көп рахмет. Енді өзім туралы айтатын болсам, сұрағың өте дұрыс деп ойлаймын. Бала күнгі арман мен адамның қазіргі атқарып отырған мамандығы сәйкес келмесе, ол жерде нәтижелі еңбек болмайды деп мен өзім есептеймін. Сондықтан қанша буын шәкірттерді тәрбиелеп өсірсем де, олардың ең бірінші ішкі жүрек үніне құлақ асуын үнемі өтінемін. Арманыңыз, мақсатыңыз, жүрегіңіз қай мамандықты қалайды, қандай шаруаны оңтайлы деп ойлайды, сол арман мақсатыңызға қол жеткізіңіз деп үнемі айтып жүремін. Енді мен қазір білім саласында жүргеннен кейін айтып отқаным жоқ. Менің замандастарым, сыныптастарым, білім берген ұстаздарым, әріптестерім барлығы біледі. Мен өзім бала кезімнен ұстаз болу мамандығын армандадым және сол арманыма қол жеткіздім. Мынау бала кезімізде ойнаймыз ғой, қыздарменен. Сол кезде тек қана апай ойнаймыз деп мысалы үшін. Ол кезде енді біздің балалық шағымызда барлық үй болған үйде ортасында айнасы бар, екі жағы ашылатын киім ілетін шкаф болды. Сол шкафтың 4 бетін толтырып борменен сызып, кейде үйдегілерден ескертіп алатын едік. Бірақ артынан маған үйренді, мұғалім апай ғой сөйлеп атқан дейді. Өз-өзімнен айнаға қарап сабақ беріп, өз-өзіммен сөйлесіп, солай өзім армандадым, қиялдадым. Бұл қиял мені Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетіне жетелеп барды. Сол университетті тәмамдап, сонымен ары қарай еңбек жолымды Қазақ ұлттық техникалық университетінен бастап келіп, одан кейін 1998 жылы Арал қаласындағы Крупская атындағы мектепке орналастым, мұғалім болып. Сол жерде оқу ісінің меңгерушісі болдым. Одан кейін осы Жарасхан Әбдірашев атындағы 62-ші мектеп-лицейде директор болдым. Екі дүркін аудандық мәслихаттың депутаты болдым. Ұстаздарымның, ата-аналарымның, тұрғындардың сенімінің арқасында. Одан кейін қазір мінеки аудандық білім бөлімін басқарып, талай буын шәкірттерді тәрбиелеп жатырған ұстаздарға, әріптестеріме бірге жұмыс жасап, бағыт бағдарласып келеміз. Мінекей енді осы ойдан, әңгімеден ой тұжырымдайтын болсақ, негізі арман мақсат, еңбек көпір, нәтиже табандылық. Табанды жұмыс жасау керек, мақсатқа жету керек деп өзім есептеймін. Үлкен рахмет. Санира апай, сіз басшылық жасайтын ауданның білім саласы осы биылғы жылы үлкен нәтижелерге қол жеткізгенін білеміз. Осындай жетістіктерге жетудің сыры неде? Және де қазіргі таңда осы білім жүйесіне жасанды интеллект еніп жатыр ғой. Осы жасанды интеллекттің жас ұрпақтың ой өрісіне әсері қандай болады деп ойлайсыз? Рахмет.
Енді ауданымыздың білім саласында оқушылардың, әріптестеріміздің ерен еңбектері соңғы кезде көрініп жүр. Жаңа мен осы кабинеттің ашылу салтанатында да айттым. Басқа аудандағы оқушыларды, мектептерді былай қойғанда, осы 62-ші мектеп лицейдің 6 ұстазы, 9 шәкірті былтырғы оқу жылында халықаралық және республикалық сайыстардан жүлделі орын алып келді. Жалпы ұлттық бірыңғай тестілеу қорытындысы бойынша ауданымыз соңғы 5 жылда осы облыстағы үздік алдыңғы қатарлардың қатарынан түспей келеді. Бұның ең бірінші себебі шәкірттердің талабы, мұғалімдердің ерен еңбегі және ата-аналардың еңбегі деп үлкен сеніммен айта аламын. Себебі осы үштік одақ біріккен жағдайда ғана үлкен нәтижеге қол жеткізуге болады. Ең бірінші ата-аналарға және әріптестеріме үлкен рахмет айтамын. Бір сыныптың ішінде мысалыға бір оқушы жақсы оқығанмен қалған оқушылардың барлығы төмен дәрежеде тұрса, ол сынып мақтаулы сыныпқа жатпайды. Бұл жерде ұжымдық, командалық еңбек керек деп есептеймін. Сондықтан да бір ғана мектептің, бір ғана адамның еңбегі емес, бұл жетістіктердің барлығы барлық әріптестерімнің, шәкірттердің еңбегі деп білемін. Сізге де үлкен рахмет, осы оқу жылына да үлкен сәттілік тілейміз. Сәнира апай, сізбен бірге болатын шараларда үнемі оқушыларға жылы сөзіңізбен қолдау көрсетіп отырасыз. Өз тәжірибеңізге сүйене отыра, осы жас ұрпаққа айтар басты кеңесіңіз қандай болар еді? Және осы биылғы мектеп бітіруші түлектерге айтар жылы лебізіңізді білдірсеңіз. Рахмет. Үнемі шәкірттеріме айтатыным ең бірінші білім. Білім қазіргі замандағы, мынау жаңа өзің сұрақ арасында айтып кеттің, жасанды интеллект бар, ғылым мен технологияның дамыған кезеңі дегенменен білімді жетер мұратқа дейді. Оқу, білім барлығын кітаптан азық алып, ерінбей, ғылымның, білімнің дәмін татып, оны ары қарай дамыта білу керекпіз. Негізі адам тұлға, қалғанның барлығы құрал. Сондықтан да осы жасанды интеллектті, барлық әлеуметтік желілерді тек қана пайдалы ілімге пайдалану керек. Әрине жас ұрпақтарымызға ұлтжанды, мәдениетті, еліміздің, халқымыздың салт дәстүрін сүйетін, қастерлейтін және дәріптейтін ұрпақтар болуын тілеймін. Барлық шәкірттерге биылғы бітіретін үлкен сәттілік тілеймін. Ата-аналары, ұстаздарының көз қуанышы болып, биік-биік белестерге жетелей берсін. Себебі мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өткен мұғалімдердің тамыз конференциясындағы келіп қатысып, жүрек жарды лебізін, ұстазға деген құрметін көрсетуінің өзі бізге үлкен мотивация, үлкен биік сенімдерге жетелейді. Әріптестеріме үлкен мықты денсаулық, зейінді шәкірттер және де тек қана қуанышты күндері көп болсын деп тілек қосқым келеді. Сәнира Нұрқожақызы, бүгінгі ашық әрі мазмұнды сұхбат үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Сіздің тәжірибеңіз бен көптеген кеңестеріңіз көптеген жас оқушыларға жол көрсетіп, алға ұмтылуға себеп болар еді. Сонымен біз бүгінгі подкастымызды ерекше әрі керемет сәтпен аяқтағымыз келіп отыр. Себебі биыл ұлы ақын ойшыл Абай Құнанбайұлының туғанына 80 жыл толып отыр. Осы жолға қалай 180 жыл толып отыр. Осы орайға қазақ руханиятының алтын қазынасына енген Абай жолы эпопеясы әр ұрпаққа ой салар мәңгі мұра. Сол асыл мұраны құрметтеп, Сәнира апай бүгінгі сұхбат естелігі ретінде жас буынға жолдама, рухани аманат болатын жүрек жарды лебізіңізді жазып берсеңіз. Рахмет көп-көп.
Құрметті оқырмандар, Ұлы Абай атамыздың ұрпағы екенімізді мақтанышпен құрмет тұтып, дана тұлғаның әрбір шығармасын қызыға да қастерлеп оқуға шақырамын. Үлкен рахмет, Санира апай. Бұл біз үшін үлкен естелік болмақ. Сонымен, құрметті тыңдармандар, бізбен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Келесі подкастқа дейін аман жүріңіздер, білім мен жаңашылдықта жүздесейік. Рахмет, сау болыңыздар.